Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Бұл видеода біз құқық негіздері пәнінен 2-ші тоқсанға арналған бір жобаны орындайтын боламыз. Бір жоба тақырыбы мемлекеттік органдардың конституциялық құрылысы, еңбек жағдайлары, неке қию және тоқтату жолдары бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма: Қазақстан Республикасы еңбек кодексіне сай жұмыскердің еңбек жағдайларын кестеде ажыратып жазыңыз депті. Яғни мына сипаттамаларға қарап біз кестені толтыруымыз керек. Енді кестені толтырайық біз. Жұмыскердің құқығы ол жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға. Сосын Д. Жұмыскердің құқығы жыл сайынға ақы төленетін еңбек демалысын беруге. H. Еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйі туралы толық және анық ақпарат алуға. Осы үшеуі жұмыскердің құқығы. Енді жұмыскердің міндеті ол еңбек тәртібін сақтауға. Ал жұмыскердің аптадағы жұмыс уақыты F. Аптасына 24 сағаттан аспайтын жұмыс уақыты болуға. I. Аптасына 36 сағаттан аспайтын жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленеді. Жұмыскердің тынығу уақыты B. Яғни тамақтануға ұзақтығы жарты сағаттан кем болмайтын бір үзіліс берілуге. Осымен біз бірінші тапсырманы аяқтадық. Келесі екінші тапсырма: неке қиюдың және тоқтатылудың екі жолын көрсетіңіз. Қандай жағдайда неке қиылады, қандай жағдайда неке тоқтатылады? Қандай жағдайда неке қиылады? Біріншісі ер мен әйелдің өзара келісімі арқылы. Екіншісі 18 жасқа толған ер мен әйелдің ахат бөліміне некеге өтініш бергенде. Ахат бөлімі деген яғни азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне. Екінші қандай жағдайда неке тоқтатылады? Біріншісі ерлі-зайыптының бірінің өлімінде, екіншісі некені бұзғанда, яғни ажырасқанда. Үшінші тапсырма: төмендегі жағдайларды оқып, берілген сұрақтарға жауап беріңіз. А нұсқасы: ерлі-зайыптыларда кәмелетке толмаған екі баласы бар. Күйеуі ұзақ уақыт жоқ болғандықтан соттың шешімі бойынша оны хабарсыз кеткен деп таныды. Әйелі қалай және қай жерде некені тоқтатылады? Әйелі некені сотта және соттың шешімімен тоқтата алады. Келесі В нұсқасы: 18 жасқа толған Арман 16 жасқа толған Әселмен некеге тұруға Ахаж бөліміне өтініш жазады. Бірақ Ахаж бөліміндегі қызметкер олардың арызын қабылдамады. Ахаж органы бөліміндегі қызметкер неліктен арыз қабылдамады? Себебі некеге тұру үшін 18 жасқа толу керек, яғни кәмелеттік жасқа. Ал Әсел 18 жасқа толмаған. Сондықтан Ахаж бөліміндегі қызметкер олардың арызын қабылдамады. Төртінші тапсырма: Қазақстан Республикасындағы сайлау жүйесі кестесіндегі сұрақтарға жауап беріңіз. Сайлау дегеніміз дауыс беру арқылы мемлекеттік органдарды, қоғамдық бірлестіктер мен азаматтардың басқа да ұйымдарын қалыптастыру әдісі. Қазақстандағы сайлау жүйесі екіге бөлінеді. Бірінші түрін сипаттаңыз. Мажоритарлы жүйеде көпшілік дауысқа ие болған адам сайланған болып есептелінеді. Екінші түрі: сайлауда ұсынған партиялық тізімге сәйкес саяси партия парламентте депутаттың мандат сайын иеленетін сайлау жүйесі. Сайлаудың рөлі қандай? Сайлаудың рөлі азаматтардың мүддесін білдіруде, саяси элитаның құрамын жаңартуда, биліктің заңдылығын нығайтуда. Сайлаудың маңызы қандай? Сайлау билік органдарына түрлі қоғамдық топтардың мүддесін көздейтін маңызды арна. Осымен біздің бір жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.